Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін біз Қазақстанда кеңестік биліктің орнығуы бөліміндегі әскери коммунизм саясатынан жаңа экономика саясатқа көшу тақырыбында сабағымызды өтетін боламыз. Бүгінгі сабақта біз 20 ғасырдың 20-30 жылдардағы әміршіл әкімшіл жүйе саясатының зардаптарын талдаймыз. Сонымен қатар, бүгінгі жаңа сабағымызда азамат соғысынан кейін кеңес үкіметі неліктен әскери коммунизм саясатынан жаңа экономикалық саясатқа көшті? Жаңа экономикалық саясаттың қандай артықшылықтары болды? 20 жылдардағы әміршіл әкімшіл жүйе қалай қалыптасты? Әміршіл әкімшіл жүйе саясатының зардаптары қандай болды? Және біздің өзіміздің өлкеміздегі Арал өңіріндегі Поволжье тұрғындарына 14 вагон балық жіберген аралықтар туралы жаңа мәліметпен танысатын боламыз. Олай болса, балалар, бүгін біз жаңа сабағымызды бастамас бұрын ой талқы жүргізіп жіберсек. Қазақстанның 20 жылдардың бас кезіндегі жағдайы қандай болды? Жарайсыңдар балалар. Қазақстанның 20 жылдың бас кезіндегі жағдайы егіс көлемі 20%-ға кеміді. Егінші шаруалардың 20%-на сайман мүлдем болмады, яғни көне құрал жабдықтарды пайдаланды. Ауыл шаруашылық саймандары көнерген, өнім 3 есеге азайды, мал басы 35%-ға кеміді. 1921-1922 жылдар аралығындағы аштық, яғни сипаты қандай болды? Орал, Орынбор, Ақтөбе, Бөкей және Қостанай губернияларында егістің көбі күйіп кетті. Малға азық болмай, малдың 80% қырылды. 1921 жылы жазда Еділ өзені бойының Қазақстанның халықтары күшті қуаңшылық болуына байланысты аштыққа ұшырады. Елде аштық басталды. Ашығушылар республика халқының 1/3 бөлігін қамтыды. 1921 жылы қарашада 1.508.000 адам ашыққан болса, 1922 жылы наурызда олардың саны 2.303.200 адамға жетті. Маусым айына қарай Семей және Ақмола губернияларының шаруаларынан азық-түлік салығы бойынша 4 миллион пұттан астам астық және 24,15 мың пұт май жинап алынды. Жинап алынған өнімдердің ең алдымен елдің пролетарлық орталықтары Москваға, Петроградқа, Самараға, Қазанға және Саратовқа жіберілді. Енді осы аштық кезеңіне кеңес үкіметі қандай шараларды қолданды? Біріншіден, бүкіл Россиялық орталық атқару комитетінің декретімен республиканың егін шықпаған аудандардың халқы азық-түлік салығынан босатылды. Екіншіден, 1922 жылға егіс көлемінің 80%-на жуығына кеңес үкіметі берген дән себілді. 1921 жылы 14 маусымда нақты ет салығы туралы декрет шығып, қазақтар ет салығынан босатылды. Үшіншіден, 1922 жылы 4 тамызда Еңбек және қорғаныс кеңесінің қаулысына сәйкес қазақ АКСР-не ауыл шаруашылық машиналар мен құралдарын сатып алу үшін 25 миллион сом қаржы бөлінді. 1921-1922 жылдарда аштықтың қандай салдары болды? Біріншіден, демографиялық жағдай нашарлап кетті, яғни халықтың жағдайы. Орынбор, Қостанай, Ақтөбе, Орал, Торғай губернияларында халықтың 1/3 бөлігі азайды. Яғни халық 1/3 бөлікке кеміді. Екіншіден, 700 мыңнан астам адам республикадан тыс жерлерге еріксіз көшіп кетуге мәжбүр болды. Енді біздің өлкеміздегі Арал өңіріндегі біздің аралдық халықтар осы аштыққа қандай өзінің көмектерін ұсынды? Яғни, Поволжье тұрғындарына 14 вагон балық жіберген аралықтардың еңбегі қандай? Халық комиссиялар советінің председателі Лениннің арал балықшыларына хаты 1921 жылы 7 қазанда жолданды. Осы хат келу бойына арал балықшылары ауланған балықтың бәрін Поволжьеге аштыққа ұшыраған халыққа көмекке арнады. Ресейге жөнелтілген балықтар Қамыстыбас бекетінде дайындалып, вагондарға тиелді. Бұл іс сол жылғы 25 желтоқсанға дейін жалғасты. Яғни, бас аяғы 75-80 күннің ішінде ашыққан халыққа 14 вагон аралдың
балығы жөнелтілді. Жаңа экономикалық саясат. Лениннің пікірінше, жаңа экономикалық саясаттың негізгі мәні елдің экономикалық жағынан артта қалу проблемасын шеше алатын жұмысшылар мен шаруалардың одағын жасау, өнеркәсіп пен ауыл шаруашылығының бір-біріне көмектесуімен бір мезгілде қатар дамуы мына жүйе бойынша іске асуы керек. Бірінші жүйе селолық ұсақ тауар өндірушілерді көтермелеу болды. Екінші жүйе ауыл шаруашылығын өндіріс құрал жабдықтармен қамтамасыз етуге бейімделген ауыр өнеркәсіпті қалпына келтіру болды. Ал үшінші жүйе ауыл шаруашылық техникасын шикізатпен айырбастау жолымен сырттан алу. Енді біз әскери коммунизм саясатынан неге жаңа экономикалық саясатқа көштік? Яғни әскери коммунизм саясатының қандай кереғар салдарлары болды? Біріншіден, әскери коммунизм саясатында мынандай саясаттар жүргізілді. Азық-түлік салғырт енгізілді. Өнімді айырбас бөлу жүйесі жүзеге асырылды. Жалпыға бірдей еңбек міндеттемелігі енгізілді. Ақшалай жалақы орнына карточкалық пайып берілді. Жекеше кәсіпорындар мемлекет қарамағына алынды. Өндірістік тауарлар мен астық саудасына мемлекеттік монополия орнатылды. Енді осы саясаттың қандай салдары болды? Біріншіден, басқарудың шамадан тыс орталықтандырылуы бюрократизмге жол ашты, төтенше шаралар қолданды. Екіншіден, ауыл шаруашылығының аса ауыр жағдайы, егістік жер көлемі азайды. Үшіншіден, мал басы кеміді, яғни барлық малдың 10,5 миллионы кеміді. Төртіншіден, аштықтың етегі алуы халықтың жаппай пана іздеп кетуіне әкелді. Яғни 1 миллион адам аштықтан әртүрлі індеттерден қайтыс болды. Жер-жерде бүліктер мен көтерілістер шықты, өнеркәсіпте анархия жайлады. Енді біз осы әскери коммунизм саясатынан жаңа экономикалық саясатқа неге көштік? Яғни жаңа экономикалық саясаттың қандай табыстары болды? Жаңа экономикалық саясатта біріншіден еңбекке деген міндеттемелік және еңбек армиялары жойылды. Жеке ауыл шаруашылық қожалықтарына, жеке меншіктегі кішігірім кәсіпорындар иелеріне жалдамалы еңбекті пайдалануға рұқсат берілді. Елдегі ақша жүйесін нығайту, ақысыз қызмет көрсетуді жою, еңбекке ақшалай жалақы төлеу міндеттелді. Мемлекеттік және кооперативтік саудада даму тиісті болды. Мемлекеттің бақылауымен жеке саудаға рұқсат берілді. Енді осы саясат бізге қандай жаңалықтар келді, қандай табыстар болды? Біріншіден, елді дағдарыстан, аштық жағдайынан алып шықты. Екіншіден, нарықтық қатынастарға көшу, ақша айналысын ретке келтіру басталды. Үшіншіден, 1922-1924 жылдары ақша реформасы жүргізілді. Төртіншіден, 1925 жылы 92 миллион пұт астық жиналды. Бесіншіден, өнеркәсіп орындарының 60% іске қосылды. Алтыншыдан, сауда кең құлаш жайды, 200-ге жуық жәрмеңке жұмыс жасады. Енді балалар, біз бүгін жаңа мәтінмен, жаңа сабақпен таныстық. Енді қаншалықты жаңа мәтінді меңгергендеріңді байқау мақсатында сіздерге мынандай тапсырма ұсынамын. Бірінші тапсырма дискуссиялық өрнек әдісі бойынша тұжырымдардың дұрыс не бұрыстығын анықтаңыз. Жарайсыңдар балалар. Олай болса, тапсырманы дұрыс жауабымен сәйкестендіріп көрейік. Бірінші, 1921 жылы жазда Еділ өзені бойының Қазақстанның халықтары күшті қуаңшылық болуына байланысты аштыққа ұшырады. Келісемін. Екінші, 1922 жылы 14 маусымда нақты ет салығы туралы декрет шығып, қазақтар ет салығынан босатылды. Келіспеймін, яғни қате пікір. Үшінші, Орынбор, Қостанай, Ақтөбе, Орал, Торғай губернияларында халық саны 3-тен 1-ге азайды. Келісемін. Төртінші, 700 мыңнан астам адам республикадан тыс жерлерге көшіп кетті. Келісемін. Дұрыс пікір. Бесінші, 1923-1924 жылдары ақша реформасы жүргізілді. Келіспеймін. Яғни қате пікір. Келесі, әскери коммунизм кезінде басқарудың шамадан тыс орталықтандыруы бюрократизмге жол ашты, төтенше шаралар қолданды. Келісемін. Жақсы балалар. Олай болса екінші тапсырма.
тірек сөздерді пайдалана отырып сөйлемдерді толықтыр. Яғни бұл жерде тапсырма өлкетануға қатысты беріліп отыр. Жарайсыңдар балалар, олай болса дұрыс жауабымен сәйкестендірейік. Халық комиссарлар советінің председателі Лениннің арал балықшыларына хаты 1921 жылы 7 қазанда жолданды. Бұл жерде тірек сөз советінің. Осы хат келу бойына арал балықшылары ауланған балықтың бәрін Поволжьеге, аштыққа ұшыраған халыққа көмекке арнады. Бұл жерде тірек сөз Поволжье. Ресейге жөнелтілген балықтар Қамыстыбас бекетінде дайындалып, вагондарға тиелді. Тірек сөз Қамыстыбас. Бұл іс сол жылғы 25 желтоқсанға дейін жалғасты. Яғни бас аяғы 75-80 күннің ішінде ашыққан халыққа 14 вагон аралдың балығы жөнелтілді. Бұл жерде тірек сөз 75-80 күн. Үшінші тапсырма. 20 ғасырдың 20-30 жылдарындағы әміршіл әкімшіл жүйе саясатының зардаптарына берілген салалар бойынша талдау жасаңыз. Яғни бұл жерде саяси, экономикалық, әлеуметтік, мәдени және демографиялық сала беріліп отыр. Осы сала бойынша зардаптарын талдап жазамыз. Жарайсыңдар балалар. Олай болса, дұрыс жауабымен сәйкестендіріп көрейік. Саяси сала бойынша шынайы егемендіктің болмауы, қазақ халқының тілі мен тарихының жойылуы, Қазақстанда кіші қазан идеясының жүзеге асырылуы. Экономикалық сала бойынша экономиканың шикізаттық бағытта қалыптасуы, ауыл шаруашылығын ұжымдастыру. Әлеуметтік сала бойынша жаппай қуғын-сүргін саясатын жүргізу, 3,5 миллион адамның азап шегуі. Мәдени сала бойынша қоныстандыру саясатының нәтижесінде ұлттық құндылықтардың жойыла бастауы, ассимиляциялық саясат. Демографиялық сала бойынша ашаршылықтан халық санының азаюы демографиялық дағдарысқа әкелді. Жақсы балалар, бүгін біз жаңа мәтінмен, жаңа сабақпен таныстық. Олай болса, қаншалықты бүгінгі жаңа сабақта меңгергендіктеріңізді байқау мақсатында жетістік баспалдағы әдісімен кері байланыс бере қойыңыздар. Яғни маған көмек қажет, мен түсінген сияқтымын және мен толық түсіндімін. Жақсы балалар, назарларыңызға рахмет.